Күркума қосылған суды қалай ішу керектігін білесіз бе? Ассалаумағалейкум құрметті достар. Адам организмі каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамай тұрып, видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Себебі видео қызықты, пайдалы ақпаратқа толы екендігіне сенімдіміз. Әр үй шаруасындағы әйел күркума дәмдеуіштер туралы біледі. Бірақ оның тарихы, пайдалы қасиеттері, қарсы көрсетілімдері және көпшілікке қолдануы құпия болып қала береді. Күркума алтын түске боялған пигменттермен қаныққан. Соның арқасында тамақ өнеркәсібі, косметология және тоқыма өнеркәсібінде қолданылған. Бұл танымал дәмдеуіштің құны төмен, сондықтан оны қымбат шафранның орнына қолданады. Адамдар күркуманы 2500 жылдан астам уақыт бойы дәмдеуіш ретінде қолданып келеді. Ол бірінші кезекте ежелгі Грецияға, бірінші ғасырдың аяғында әкелінгенге дейін Үндістан мен Үндіқытайда қолданылған. Осман империясында дәмдеуіш кейінірек пайда болды. Жергілікті селекционерлер әлемде жоғары бағаланатын ең жақсы тауарлық сорттарын дамыта алды. Өйткені олар әлемдік нарықта өте сирек кездеседі. Ұзын күркумадан басқа өсімдіктердің 40 түрі бар. Олардың тек 3-і тамақ өнеркәсібінде қолданылған. Дәмдеуішті дайындау бұл өте ауыр процесс. Күркуманың бүйірлік тамыры бояғыштарды қосып қайнатады және кептіріледі. Пилингтен кейін түйнектер сарғыш түске боялады. Орталық түбір қолданылмайды. Дүкендерде ол ұнтақ түрінде және тұтас тамыр түрінде кездеседі. Ежелгі Қытай емшілері күркуманың пайдасы туралы бірінші болып білді. Олар оны іс жүзінде қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын құрал ретінде қолданды. Ғалымдар дәмдеуіштің метаболизмді ынталандыратын, холеретикалық әсер ететіндігін, бактерияға қарсы қасиеттері туберкулездің дамуын тежеуге жеткілікті екенін дәлелдеді. Үнді шафранын қолдану ас қорытуды және пайдалы микрофлораның өсуін жақсартады. Емдік қасиеттері басқа табиғи антибиотиктерден айырмашылығы бауырға әсер етпей, жұмсақ түрде көрінеді. Дәмдеуіштің құрамындағы куркуминнің табиғи бояуы бар. Зат қатерлі ісік жасушаларын, сау мүшелер мен тіндерге зиян келтірмей жояды. Күркума күйіктер мен жараларды емдеу үшін де қолданылады. Күркуманың қандай пайдалы қасиеттері бар? Меланоманың дамуын және қазірдің өзінде қалыптасқан жасушалардың жойылуын бәсеңдету. Қуық асты безінің қатерлі ісігінің алдын алу. Лейкоздың алдын алу. Онкологиялық аурулар кезінде метастаздардың пайда болуының алдын алу. Склероздың дамуын бәсеңдету. Дене салмағын тұрақтандыру. Депрессия белгілерін жою. Артрит кезінде қабынуға қарсы әрекетті қамтамасыз ету. Қатерлі ісіктердегі қан тамырларының өсуін бәсеңдету. Экзема, псориаз және фурункулезбен қышуды жою. Жараның жазылуын жеделдету және де тағы да басқа. Шығыс дәмдеуішінің адам денсаулығына және сымбаттылығына тигізер пайдасы мол. Ал дәмдеуішті сумен араластыру арқылы оның калориясын азайта аламыз. Күркума қосылған су керемет антисептик және иммуномодулятор. Ол ауру тудыратын бактерияларды жояды және ағзаның жұқпаға деген төзімділігін арттырады. Сонымен қатар, бұл сусын түйілуді басатын, қабынуға қарсы, жара жазушы және қайта қалпына келтіруші қасиеттерге ие. Ісік, ауыртпалық, бөгеліп қалушылық, бұл белгілердің барлығы осы сусыннан соң артрит және артроздың даму деңгейіне қарай жазылып кетеді, немесе жеңілдейді. Күркуманың сулы ерітіндісі жүйке жүйесіне, жүрек қан тамырлар қызметіне жақсы әсер етеді. Оның көмегімен аз уақыт ішінде ұйқысыздықтан арылуға болады. Ол ағзаның күйзеліске қарсы деңгейін арттыруға көмектеседі.
Куркума қосылған судың жүрек қан тамырларға пайдасы дәлелденген. Оны уақытылы ішу арқылы өзіңізді инфаркт, инсульт және артериялық қысымның бірден секіруінен қорғай аласыз. Суда еріген куркума асқазан сөлі секрециясын, өт бөліну процесін және ағзаның басты тазартушы органы бауырдың функциясын жақсартады. Куркума қосылған суды дайындау әдісі. Оны дайындау өте оңай. Ол үшін стақанды ыстық сумен толтырыңыз. Оған 0,5 шай қасық ұнтақталған куркума салыңыз. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Ерітіндіні жылы күйінде ішу керек. Куркуманың мөлшерін сәл көбейтуге болады. Оны ішіп бастағаннан кейін 4-ші не 5-ші күні ғана көбейтіңіз. Дәмін жақсартқыңыз келсе, сусынға аздап бал қосуға болады. Бұл куркума қосылған судың классикалық әдісі. Оның қосымша ингредиенттер қосатын түрлері де бар. Мысалы, лимон, лайм, даршын, яғни корица, зімбір тамыры, қарабұрыш. Бұл қосымша ингредиенттер куркума қосылған судың арықтататын қасиетін арттыра түседі. Қарсы көрсеткіштер. Куркума қосылған суды 6 жасқа дейінгі балаларға, жүкті және бала емізетін әйелдерге ішуге болмайды. Сонымен қатар, оны өт қабына тас байлану және ойық жарасы бар адамдарға, асқазан сөлінің жоғары қышқылдығы бар гастритпен ауыратын адамдарға ішу ұсынылмайды. Бүйрегінде тас бар, гипотония, яғни төмен артериялық қысым, төмен қан ұйғыштығы, гормонды ауытқулары және осы дәмдеуішке аллергиясы бар адамдарға да бұл сусынды ішуге тыйым салынады. Куркума қосылған судың арықтауға әсері. Куркума қосылған су арықтауға көмектеседі. Себебі оның ағзаға мынадай әсерлері бар. Ас қорытуды жақсартады. Зат алмасуды белсенді етеді. Ағзадағы токсиндер мен қоқыстарды шығарады. Несеп айдағыш эффектісінің арқасында дене тініндегі артық сұйықтықтан арылтады. Тәбетті басады және тоқтық сезімін сыйлайды. Тәттіге деген құштарлықты азайтады. Бұл сусынның арықтауға көмектесетін басты қасиеті ол ағзадағы майлы тіннің ыдырауына ықпал етеді. Куркума қосылған суды қалай ішу керек? Арықтау мақсатында куркума қосылған суды нақты ереже бойынша ішу керек. Жақсы нәтиже болу үшін оны таңертең ұйқыдан тұрған бойда аш қарынға ішіңіз. Алайда бұл сусынға қарсы көрсетілім бар екенін ұмытпаңыз. Егер асқазан ішек жолы ауруларыңыз болса, оны тамақтанып болған соң 20-30 минуттан кейін ғана ішіңіз. Достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Видеоны өз достарыңызға және туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.